десе, дальнобойщиктің бір айлық жалақысы шамамен қанша теңгеден басталады? Қазақстанда жұмыс істейтін дальнобойщиктер примерно 500 мыңдай алады. 500 мыңнан жоғары да ала алады. Иә, Ол километрге санайды. километріне Ал байланысты. халықаралық дәрежеде? Россия СНГ-ға шығатын болса, примерно 800 мыңдай алады Бір барып келгеніне ғана? айына. Айына. А, Оның 800 мың теңге жалақысы. Жалақысынан бөлек тамақ ішуіне, Тамақ бензині бөлек беріледі. бөліп беріледі. Түсінікті. 800 мың ол Жалақы жалақысы. кәдімгі банк картасына түсіп тұра ма? Иә. Бізде, например, мен Европаның ішінде ғана жүремін. Бізде теңгемен санағанда где-то 1 200 000 шығады. То есть Америкаға кететін болсақ, ол жаққа да балаларды жібереміз, ол жақта ол зарплата $10 000 дейін жуық. Ол фураң болса да болмаса да сол ақы ма? В смысле, өз фурам ба? Иә. Жоқ, біз компанияға жұмыс жасаймыз. Компанияның фурасы. Кейбір адамдар фурасымен келетіндер де бар ма? Жоқ, Европаға өз фурасымен мүмкін ол емес. жақта жұмыс істей алмайды.